Bizde 2011 жылғы Grandeur H көлігі 3 куб бензин, осылай қара түсті көлігіміз, состояние өте жақсы, толық родной окраста, так единственный минусы көліктің осы сол жақ артқы аркасын майыстырып алған екен, ішке кіріп кеткен, ПДР-мен тартып, полировать етіп жіберу керек. Жалпы кузовы таза, толық родной окраста, қалған детальдары аман сау. Жақсылап бір мойка қылып жерсе көлікті жеткілікті. Фаралар жанып тұр, таза, туманик, патроник, алдыңғы шторка, алдыңғы камера, барлығы өзінің орнында. Капотасында бізде 3 куб GDI мотор. Таза, жақсы істеп тұр мотор. Айтамға жерлері жоқ. Дауысымыз тұрыстар, артықсыз, жақсы жұмыс жасап тұр. Ланжырандар барлығы сол, детальдары замена жасалған. Заводский өзінің ертасымен. Мотор жақсы істеп тұр. Мотор жағы. Диски, штатный диски, резина қалдығы әлсіз екен. Шинасын ауыстыру керек. Осында ауыстырып жүреміз керек болса. 4 шинасын. R18-дік дискілердің жағдайы өте жақсы. Повторительный поворотник, бесключевой доступ. Электропакет бізде, плавающий сиденье, ручкалары таза, веркада 2011 жылғы. Ортада мультируль, обогрев руль бар, круз-контроль бар. Рульдің жағдайы жақсы, сырылған көшкен жерлер жоқ. Жүрген шақырымы 129.864 шақырым жүрген екен. Моторын оборот алу барлық қалыпты. Панельдер таза, жарылған сырылған жерлер жоқ. Пуш-стартпен 2 зоналық климат контроль. Артқа көрінісі таза, анық көрсетіп тұр. Коробка передач бізде латки жақсы салынып жатыр. Электронный ручник, автохолд, подогрев обув сиденья, шторканы басқару тетігі. Подстаканник мұнда. Type-C, USB, AUX. Орындықтар барлық таза. Жоғарыда барлық ойдағыдай видео регистрациясымен екінші қатар көріп. Екінші қатар бізде шторкамен, перделермен қамтылған, ручкалары таза. Поликтерін ауыстыру керек екен. Артқы диваны жақсы. Шырылған сырылған жерлер жоқ. Мультимедиан басқару, подстаканник, орындықты ысыту батырмалары. Объемный үлкен багаж, запасқа болған ключ таңғыраттары, заводский өзінің герметиктерімен. Болттары бұралмаған. Үлішітілдің жан-жағы сарайған, жалпы шіріктер жоқ. Дискілері жақсы жағдайда. Көлігімізді бір мойка қылып жіберу керек. Единственный минусы жаңағы аркасында майысқан жері. Жалпы мотор, коробка, кузов өте жақсы жағдайда. Grandeur H көлігі.